абайлаңыз. Шұғыл хабарлама. Сәлем құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабаталаның қабырғаларын ұстасын. Шілдеде қай күндер қауіпті екені белгілі болды. Магниттік дауылдар және олардың хал-жағдайға әсері жайлы естіген боларсыз. Бұл күндегі жарқылдардың әсерінен пайда болатын жердің магнит өрісінің бұзылуы. Бұл тербелістер байланыс жүйесі жұмысына, сондай-ақ барлық тірі ағзаларға, соның ішінде адам денсаулығына да жағымсыз әсер етеді. Шілденің 8-іне дейін ешқандай өзгеріс байқалмайды, ал 8-ші шілде күні магниттік қозу болады. Содан соң 12 және 13-ші шілдеде күшті магниттік дауыл болуы мүмкін. Содан соң айдың соңына дейін магнитосфера тыныш болмақ. Магниттік дауылдың әсерінен қалай азайтуға болады? Ол үшін мына ережелерді сақтаңыз. Таза ауада жиі серуендеңіз. Бұл күндері алкогольді сусындарды, кофе және майлы тамақты алып тастаңыз. Көбірек демалуға тырысыңыз. Ұйқыны қандырыңыз. Қарама-қарсы душ қабылдаңыз. Су режимін сақтаңыз.